Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біздің каналда математика 3-ші сынып 127-ші сабақ. Сендермен бірге Майра апай бүгінгі сабақтың барлық есептерін бірге орындайтын боламыз. Сендер лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Тапсырмаға көшейік. 127-ші сабақ. Жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдану. Әртүрлі мамандық иелері. Бірінші тапсырма. Қандай мамандық иелері материалға жұмсалатын шығынды білуі тиіс екен ата? Материалға жұмсалатын жалпы шығынды, бір бұйымға кететін шығынды, санын қалай табуға болатын есіңе түсір. Кесте бойынша есеп құрастыр және оны шығар. Балалар, төмендегі берілген 4 мамандық иесінің ішінен мен мысалға тігіншіні келтіргім келіп тұр. Тігінші егер тапсырысқа 5 көйлек алған болатын болса, 5 көйлектің жалпы шығынын қанша мата кететін, қанша жіп, қанша тастар, қанша түйме кететін есептеу үшін ол бір көйлектің шығынын есептеп алу керек. Бір көйлекке қанша мата, қанша жіп, қанша түйме, қанша моншақтар кететін есептеп алу керек. Сонда ол дәл сондай көйлектің 5-еуін тігетінін білсе, 5-ке көбейтіп жалпы шығынды есептейді. Дәл солай аспазшы да өзінің дайындайтын тағамына қанша шығын кететінін есептеу үшін, мысалға айталық, аспазшы 10 торт пісіру керек. Ол 10 торттың пісіру үшін қажетті жалпы шығынды есептеу үшін оған кететін ұнның, оған кететін тәттілердің, қосатын шоколадтардың, сүттің шығынын есептеп алу үшін ол бір тортқа кететін азық-түлікті білу қажет. Сонда ол сол шығынды санына, яғни 10-ға көбейту арқылы жалпы шығынды есептей алады. Олай болса, балалар, біз келесі беттегі кесте бойынша есептерді құрастырып, жалпы шығынды есептеу ережесін еске түсірейік. Балалар, мынау үшбұрыштың ішінде жалпы шығынды қалай есептеу керек екенін еске түсіруге болады. Көк жалпы шығын, жасыл түстегі бір бұйымға жұмсалатын шығын, сары түстегі бұл саны. Мысалға бізге жалпы шығын белгісіз болатын болса, біз бір бұйымға кететін шығынды санына көбейту арқылы таба аламыз. Егер бізге бір бұйымға кететін жұмсалатын шығын белгісіз болатын болса, біз жалпы шығынды санына көбейту арқылы табамыз. Егер бізге саны белгісіз болатын болса, жалпы шығынды бір бұйымға жұмсалатын шығынға бөлу арқылы табатын боламыз. Олай болса, осы ережені мына кестедегі берілген мәндер арқылы есептер құрастырып шығарып еске түсіріп көрейік. Бірінші қатарда бір бұйымға жұмсалатын шығын 123 сантиметр, саны 3 дана, жалпы шығын белгісіз. Ережедегідей, жалпы шығын белгісіз болатын болса, бір бұйымға жұмсалатын шығынмен санын көбейту арқылы табамыз дедік. Яғни 123 көбейтілген 369. Жалпы шығын 369 сантиметрге тең. Екінші қатарда бір бұйымға жұмсалатын шығын белгісіз. Сантиметр, саны 9 дана, жалпы шығын 225 сантиметр. Бізде белгісіз болып тұрған бір бұйымға жұмсалатын шығын, яғни жалпы шығынды санға бөлу арқылы табамыз. 225 бөлінген 9, нәтиже 25-ке тең. Бір бұйымға жұмсалатын шығын 25 сантиметрге тең. Үшінші қатарда бір бұйымға жұмсалатын шығын 3 метр, саны белгісіз дана, жалпы шығын 384 метр. Ережеге сүйеніп қарайтын болсақ,
сан белгісіз болатын болса, жалпы шығынды бір бұйымға жұмсалатын шығынға бөлу арқылы табамыз. 384 бөлінген 3, нәтиже 128 дана. Яғни 128 дана. Балалар, сендер түсініңдер деп ойлаймын. Керемет, олай болатын болса, мына құрастырған есепті дәптерлеріне көшіріп алыңдар. Келесі осыған ұқсас есепті екінші жаттығуда да орындайтын боламыз. Екінші жаттығу: кестелер бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. Бір бұйымға жұмсалатын шығын 4 метр. Саны белгісіз, бірақ бірінші де екінші бұйымның санымен екеуі бірдей. Жалпы шығын 20 метр. Бізде белгісіз болып тұрған саны белгісіз болса, жалпы шығынға бір бұйым жұмсалатын шығынды бөлу арқылы табамыз. 20 бөлінген 4, 5. Саны белгілі болды 5. Келесі екінші қатарда бір бұйымға жұмсалатын шығын белгісіз метр, саны 5, жалпы шығын 35 метр. 35 бөлінген 5, нәтиже 7. Яғни бір бұйымға жұмсалатын шығын 7 метр. Келесі 4 метр бір бұйымға жұмсалатын шығын, саны 6 дана, жалпы шығын белгісіз. Бір бұйымға жұмсалатын шығын мен санын көбейте отыра, жалпы шығынды табамыз. 4 көбейтілген 6, 24 метр. Келесі 3 метр бір бұйымға жұмсалатын шығын, саны белгісіз, жалпы шығын 24 метр. 24-ті 3-ке бөліп, біз санын таба алатын боламыз. Саны 8-ге тең, яғни 8 дана. Жарайсыңдар балалар, сендер өте жақсы түсініңдер деп ойлаймын. Үшінші есеп: есептерді шығар. 3 адамға құймақ дайындау үшін 6 алма жұмсалды. 8 адамға құймақ дайындау үшін неше алма қажет? Балалар, біз 8 адамға құймақ дайындау үшін неше алма қажет екенін табу үшін біз бір адамға құймақ дайындау үшін қанша алма қажет екенін тауып алуымыз керек. Ол үшін берілгенін былай жазамыз. 3 адамға 6 алма, ал 8 адамға қанша алма қажет? Шешуі: жаңағы айтқандай, бір адамға қанша алма қажет екенін табу үшін бірінші амалды жақшаның ішінде орындап аламыз. Яғни 6 бөлінген 3. 2 жауабы. Яғни бір адамға 2 адамдан жұмсалған екен. Яғни оны 8-ге көбейтеміз, жауабы 16 болады. Жауабы 8 адамға 16 алма қажет екен. Тігінші 4 көйлек сәндеу үшін 24 метр таспа бау жұмсады. 42 метр таспа баумен неше көйлекті сәндеуге болады? Берілгенін былай жазамыз балалар. 4 көйлекке 24 таспа бау, 42 метр таспа бау қанша көйлекке жетеді? Шешуі: яғни бұл жерде балалар 42 метр таспа бау қанша көйлекке жететін екенін табу үшін, яғни балалар біз бір көйлекке қанша метр таспа бау керек екенін тауып алуымыз керек. Ол үшін біз жақшаның ішінде 24-ті 4-ке бөліп аламыз. Яғни бізде қанша шығады балалар? Дұрыс айтасыңдар, 6 шығады. Яғни бір көйлекке 6 метр таспа бау кетеді екен. Ал енді 42 метр таспа бау сонда 7 көйлекті сәндеуге жетеді екен. Жауабы 7 көйлекті сәндеуге болады. Осы қызыл түстегі берілгенін, шешуін, жауабын дәптерлеріне қатесіз асықпай жазып алыңдар. Келесі Б. Сырлаушы 6 метрлік қоршауды бояу үшін 3 килограмм бояу жұмсады. 18 килограмм бояумен неше метр қоршауды бояйды? Берілгенін былай жазып аламыз. 6 метр қоршау, 3 килограмм бояу жетті. 18 килограмм бояу неше метрге жетеді? Шешуі:
Бұлай шешеміз балалар. Біз бірінші берілгенде 6 метрлік қоршауды 3 килограмм бояумен бояған болса, біз 1 килограмм бояумен қанша метрді бояп алатынымызды біз тауып аламыз. Ол үшін жақшаның ішіндегі амалда 6-ны 3-ке бөлеміз, яғни 2. Бізде 1 килограмм бояу 2 метрге жетеді екен. Сонда 18 килограмм бояу қанша метрге жетедінін шыққан мәнге 18-ді бөлеміз. Сонда 9 метр болады. Жауабы 18 килограмм бояумен 9 метр қоршауды бояй аламыз. Осы қызыл түстегі есептің берілгенін шешуін, жауабын дәптерлерге жазып алыңдар. В. Ағаш ұстасы 5 орындық жасау үшін әрқайсысына теңдей 40 бұрандалы шеге жұмсады. Егер ол 72 бұрандалы шеге жұмсаған болса, қанша орындық жасаған болар еді? Берілгені 5 орындыққа 40 шеге кеткен, ал 72 шеге жұмсалса, қанша орындық жасалар еді? Шешуі. Бұл жерде де 2 амал, яғни бірінші амал жақшаның ішіндегі 40 бөлінген 5, яғни біз 40 бұрандалы шеге 5 орындыққа кетсе, 1 орындыққа қанша шеге кеткен біз анықтап алуымыз керек. Яғни 1 орындыққа 8 шеге кеткен екен. Оны 72-ге бөлеміз, 9 болады. Сонда жауабы 72 шеге 9 орындыққа жетеді екен балалар. Дәптерлеріне осы берілгенін шешуін, жауабын асықпай қатесіз жазып алыңдар. Балалар, бізде 4-ші есеп. Өрнектің баған түрінде жаз және есепте дұрыстығын тексер. А есебі 254 көбейтілген 3. Баған түрінде көбейтеміз. 254 көбейтілген 3. 3-ті 4-ке көбейтеміз 12, 1-і ойда. 3-ті 5-ке көбейтеміз 15, ойдағы 1-мен 16. 6-сын жазамыз, 1-і ойда. 3-ті 2-ге көбейтеміз 6, ойдағы 1-мен 7. 762. Нәтижесін жазып қоямыз. 762 нәтижесінің дұрыстығын 3-ке бөліп 254 шығатындығын тексереміз. 762 бөлінген 3. 7-ден береміз. 7-нің ішінде 3 2 рет бар. Көбейтіп тексереміз. 2-ні 3-ке 6. 7-ні азайтамыз. 7-ден 6-ны азайтамыз. 1. Жоғарыдан 6-ны түсіреміз 16. 16-ның ішінде 3 5 рет бар. Көбейтіп тексереміз. 5-ті 3-ке 15. 16-дан 15-ті азайтамыз. 1. Жоғарыдан 2-ні түсіреміз 12. 12-ның ішінде 3 4 рет бар. 4-ті 3-ке көбейтіп тексереміз. 12. 12-ден азайтамыз 12-ні 0. Жауап 254. Яғни бастапқы мән шықты. Өрнектің жауабы дұрыс. 148 көбейтілген 2. Баған түрінде көбейтеміз. 148 көбейтілген 2. 2-ні көбейтеміз 8-ге 16. 1-і ойда, 6-сын жазамыз. 2-ні 4-ке көбейтеміз 8. Ойдағыды 1-ді қоссақ 9. 2-ні 1-ге көбейтеміз 2-нің өзі. Жауап 296. 296 деген жауап жазамыз. 296-ның дұрыстығын 2-ге қайта бөліп 148 екенін тексереміз. 296 бөлінген 2. 2-ден береміз. 2-нің ішінде 2 1 рет бар. Көбейтіп тексереміз. 1-ді 2-ге 2. 2 азайтылған 2 0. Төбеден 9-ды түсіреміз. 9-дың ішінде 2 4 рет бар. 4-ті көбейтеміз 2-ге 8. 9-дан 8 азайтқанда 1. Үстінен 6-ны түсіреміз 16. 16-ның ішінде 2 8 рет бар. Көбейтіп тексереміз 2-ні. 8-ді 2-ге 16. 16 азайтылған 16 0. Нәтиже 148. Бастапқы мән шықты. Өрнектің мәні дұрыс. 556 бөлінген 4. 556 бөлінген 4. 5-тен бастаймыз. 5-тің ішінде 4 1 рет бар. Көбейтіп тексереміз. 1-ді 4-ке 4. 5-тен 4 азайтамыз. 1. Үстінен 5-ті түсіреміз. 15. 15-тің ішінде 4 3 рет бар. Көбейтіп тексерсек 12. 15-тен 12-ні азайтсақ 3.
3-тің қасына 6-ны түсіреміз, 36. 36-тың ішінде 4, 9 рет бар. 9-ды көбейтеміз 4-ке, 36. 36 азайтылған 36, 0. Жауап 139. 139-дан нәтижесін жазамыз. 139-ның дұрыстығын 4-ке қайта көбейтіп тексереміз. 556 шығу керек. 339 көбейтілген 4. 4-ті 9-ға көбейтеміз, 36. 6-сын жазамыз, 3-і ойда. 4-ті 3-ке көбейтеміз, 12. Ойдағы 3 пен 15. 5-ін жазамыз, 1-і ойда. 4-ті көбейтеміз 1-ге, 4-тің өзі, ойдағы 1 мен 5. 556. Яғни бастапқы мән шықты, өрнектің мәні дұрыс. 777 бөлінген 3. 777 бөлінген 3. 7-ден беріп көреміз. 7-ның ішінде 3 2 рет бар. 2-ні 3-ке көбейтеміз. 6. 6. 7-ден 6-ны азайтамыз. 1. Жоғарыдан 7-ні түсіреміз. 17. 17-ның ішінде 3 5 рет. 17-ның ішінде 3 5 рет бар. 5-ті 3-ке көбейтеміз. 15. 17-ден 15-ті азайтамыз. 2. 2-ның қасына 7-ні түсіреміз. 27. 27-ның ішінде 3 9 рет бар. Көбейтіп тексереміз. 9-ды 3-ке, 27. 27-ден 27-ті азайтамыз. 0. Жауап 259. Жазып қоямыз. 259-ды 3-ке қайта көбейтіп тексереміз. 259 көбейтілген 3. 3 көбейтілген 9, 27. 2-сі ойда. 3-ті көбейтеміз 15, 3-ті көбейтеміз 5-ке, 15, ойдағы 2 мен 17. 7-ні жазамыз, 1-і ойда. 3-ті көбейтеміз 2-ге, 6, ойдағы мен 7. 777 деген бастапқы мән шықты. Яғни өрнектің мәні дұрыс есептелген. Келесі 127 көбейтілген 5. 127 көбейтілген 5. 5-ті 7-ге көбейтеміз 35. 3-і ойда. 5-ті 2-ге көбейтеміз 10, ойдағы 3 пен 13, 1-і ойда. 5-ті көбейтеміз 1-ге, 5-тің өзі, ойдағы 1 мен 6, 635. Жазып қоямыз. 635-ті қайта 5-ке бөліп, 127 шығатынын тексереміз. 635 бөлінген 5, 6-дан береміз 1, 1-ді көбейтеміз 5-ке, 5, 6-ны азайтамыз 5-тен 1, жоғарыдан 3-ті түсіреміз. 13, 13-тің ішінде 5 2 рет бар. Көбейтіп тексересек 10, 13-тен 10-ды азайтамыз 3. Жоғарыдан 5-ті түсіреміз. 35, 35-тің ішінде 5 7 рет бар. 7-ні тексеріп көреміз 5-ке. 35, 35-ті азайтамыз 35-тен 0. Жауап 127. Бастапқы мән шықты. 119 көбейтілген 7. 7-ні көбейтеміз 9-ға, 63, 3-і жазылады, 6-сы ойда. 7-ні көбейтеміз 1-ге, 7-нің өзі, ойдағы 6 мен 13, 3-і жазылады, 1-і ойда. 7-ні 1-ге көбейтеміз, 7-нің өзі, ойдағы мен 8, 833. Мәнін жазып қойдық. Енді осыны қайта 7-ге бөліп көреміз. 833 бөлінген 7. 8-ден бастаймыз. 8-дің ішінде 7, 1 рет бар. 1-ді көбейтеміз 7-ге, 7. 8-ден азайтамыз 7-нен 1, 3-ті түсіреміз 13. 13-дің ішінде 7, 1 рет бар. Көбейтіп тексереміз 7-ні 1-ге, 7. 13-тен азайтамыз 7-ні, 6 шығады. 6-ның қасына 3-ті түсіреміз 63. 63-тің ішінде 7 9 рет бар. 9-ды 7-ге көбейтсек 63. 63-тен 63-ті азайтып 0. 119 деген бастапқы мән шықты. 486 бөлінген 3. 486-ны 3-ке бөлсек, бірінші 4-тен береміз, 4-тің ішінде 3 1 рет, 1-ді 3-ке көбейтіп тексереміз 3, 4-тен азайтамыз 1, жоғарыдан 8-ді түсірсек 18, 18-дің ішінде 3 6 рет бар, көбейтіп тексереміз 3-ті 6-ға 18, 18-ді азайтсақ 0, жоғарыдан 6-ны түсіреміз, 6-ның ішінде 3 2 рет бар. 2-ні 3-ке көбейтіп тексереміз 6, 6-ны 6 азайтамыз 0. Жауап 162. 162 деген жауап жазып қоямыз. Енді қайта тексеру үшін 162-ні 3-ке көбейтеміз. 162 бөлінген, көбейтілген 3, 3 көбейтілген 2, 6, 3 көбейтілген
6, 18, 8 жазылып 1 ойда, 3-ті көбейтеміз 1-ге, 3-тің өзі ойдағы мен 1-мен 4, 486. 486. Міне бастапқы мән шықты. Енді соңғы өрнек қалды. 894 бөлінген 3. 8-ден береміз. 8-дің ішінде 3 2 рет көбейтсек 6. 8-ден 6-ны азайтамыз 2. 2-ның қасына 9-ды түсірсек 29. 29-ның ішінде 3 9 рет бар. Көбейтіп көрсек 27. 29-дан 27-ні азайтсақ 2. 2-ның қасына 4 түссе 24. 24-тің ішінде 3 8 рет бар. 8-ді көбейтеміз 3-ге 24. 24 азайтылған 24 0. Жауап 298. 298-ді тексеріп көріп 3-ге көбейтеміз. 298 көбейтілген 3. 3 көбейтілген 8 24 екісі ойда. 3 көбейтілген 9 27 ойдағы 2 мен 29 тағы екісі ойда. 3-ті көбейтеміз 2-ге, ойдағы 2 мен 8 894. Міне бастапқы мән шықты. Міне балалар, осылай біз 4-ші өрнекті бағам түрінде жазып, оны есептеп, және дұрыстығын тексеріп шықтық. Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, онда есебін баған түрінде жазып, оны дұрыстығын тексерейік. 609 азайтылған 495. 609 азайтылған 495. 9-дан 5 аламыз 4. 0-ден 9 ала алмаймыз. 6-дан қарсы сұрасақ 10 болады. 10-нан 9 азайтсақ 1 қалады. Бізге қарыз бергендіктен 6 5 болып қалды. 5-тен 4 алсақ 1. Жауап 114. Жазып қоямыз. Енді осы 114-ті қайта 495-ке қосып 609 болатындығын тексереміз. 114 қосылған 495. 4-ті 5-ке қосамыз 9. 1-ді 9-ға қоссақ 10. 10-ның 0 жазылып 1 ойда. 1-ді 4-ке қоссақ 5. Ойдағы 1 мен 6. 609 бастапқы мән шықты. Яғни бұл мәннің нәтижесі дұрыс. Келесі 850 азайтылған 61. 850 азайтылған 61. 0-ден 1-ді азайта алмаймыз. 5-тен қарсы сұрасақ 10 болады. 10-нан 1-ді алсақ 9. Бұл 4 болып қалды қарыз бергендіктен. Бұл өзі қарыз 8-ден алады. Сонда бұл 14 болып қалады. Бұл 14-тен 6-ны аламыз. 8 болады. Яғни біз 8 қарыз бергендіктен 7 болып қалады. 7-нің өзі түседі. 789 деген нәтиже шықты. 789 нәтижесін жазып қоямыз. Оның дұрыстығын 61-ді қайта қосып тексереміз. 789 қосылған 61. 1-ді 9-ға қосамыз. 10 болады. 1 ойда. 8-ді 6-ға қосамыз. 14. Ойдағы 1 мен 15. 5 жазылып тағы 1 ойда. 7-ні өзін түсіреміз. Ойдағы 1 мен 8. 850 болады. Яғни дұрыс. 98 қосылған 329. Яғни 329-ды бірінші жазамыз. 98-ді екінші қатарға жаздық. 329 қосылған 98. 9-ды 8-ге қосамыз. 17. 7-сін жазып 1 ойда. 2-ні 9-ға қосамыз. 11. Ойдағы мен 12. 2-сі жазылып 1 ойда. 3-тің өзін түсіреміз. Ойдағы мен 4. 427 нәтижесін жаздық. Енді қайта қайта азайтып 98 деген нәтиже шығатынын тексереміз. 427-нің 98-ді азайтып 329
9 шығуын тексереміз. 427 азайтылған 98. 7-ден 8-ді азайта алмаймыз, қарыз сұраймыз. Алдыңғы 2-ден 17 болды біздікі. 17-ден 8-ді алсақ 9 болады. Бағанағы қарыз бергендіктен бұл 1 болып қалды. 1-ден 9 азайта алмаймыз, қарыз сұраймыз. 4-ден 11 болды. 11-ден 9-ды алсақ 2. Алдыңғы 4 қарыз бергендіктен ол 3 болып қалды. 3-тің өзін түсіреді 329. Яғни бұл мән дұрыс шықты. Келесі 970 азайтылған 602. 970 азайтылған 602. 0-ден 2-ні азайта алмаймыз. 7-ден қарыз сұраймыз. 10 болады. Яғни 10 болғанда 10-дан 2-ні алсақ 8. Біз 7-ден қарыз алғандықтан бұл 6 болып қалды. 6-ның 0-ді алсақ 6-ның өзі. Біз 9-дан 6-ны алсақ 368. Нәтижесін жазып қойдық. Енді нәтижесі 368-ді 602-ге қосып қайта тексереміз. 368 қосылған 602. 8-ді 2-ге қоссақ 10, 1-і ойда. 6-ға 0-ді қосамыз, 6-ның өзі ойдағы 1-мен 7. 3-ті қосамыз 6-ға 9. 970 деген нәтиже шықты. Бастапқы мән шықты дұрыс. 780 азайтылған 65. 780 азайтылған 65. 0-ден 5-ті азайта алмаймыз. 8-ден 1 қарыз сұраймыз. 10 болады. 10-нан 5-ті аламыз 5. 8 7 болып қалды. Қарыз бергендіктен 7-ні 6-ны азайтамыз. 1 болып қалады. 7-ні өзі 715 деген нәтиже шығады. 715-ке 65-ті қосып тексереміз. 715 қосылған 65. 5 қосылған 5, 10. 0-і жазылып 1-і ойда. 1-ді 6-ға қосамыз 7. Ойдағы 1-мен 8. 7-ні қасына түсірсек 780 болады. 780 деген бастапқы мән шықты. 974 азайтылған 401. 4-тен 1-ді аламыз 3. 7-ден 0-ді аламыз. 7-ның өзі. 9-дан 4-ді аламыз 5. 573. Жазып қойдық. 573-ті қайта 401-ге қосып тексереміз. 573 қосылған 401. 4-ке қосамыз 1-ді. 3-ке қосамыз 1-ді. 4, 7-ге қосамыз 0-ді 7, 5-ке қосамыз 4-ді 9. 974 деген бастапқы мән шықты. 530 азайтылған 432. 530 азайтылған 432. 0-ден 2-ні алмаймыз. 3-тен қарыз алып 10, 10-нан 2-ні аламыз 8. Бұл 2 қарыз бергендікте 2 болып қалды. Сондықтан 2-нен 3-ті ала алмаймыз. 1 алдыңғы 5-тен қарыз сұраймыз. Бұл 12 болды. 12-ден 3-ті алатын болсақ 9 қалды. Біз 5 қарыз бергендіктен 4 болып қалды. Яғни 4-тен 4-ті алсақ 0 болды. Сондықтан 98-дің өзі шығады. 98 шығады. 98-ді жазамыз. 98-ді 432-ге қосып қайтып тексереміз. 432 қосылған 98. 2-ні қосамыз 8-ге 10. 0-і жазып 1-і ойда. 3-ті қосамыз 9-ға 12 ойдағы мен 13. 1-і тағы ойда. 4-тің өзін түсіреміз. Ойдағы 1-ді қосамыз 5. 530 бастапқы мән шықты. Соңғы өрнек 300 азайтылған 49. 0-дің 9 азайта алмаймыз. Қарыз сұраймыз. Ол да 0. Ол да қарыз бере алмайды бізге. Одан алдыңғы 3-тен сұраймыз қарызды. Бұл бізге қарыз берді. Бұл 2 болып қалды. Мына жердегі 10 болды. 10-дан мына жақтық соңғы 0-ге 1 қарыз бергендіктен бұл өзі 9 болды. Енді біз 10-нан азайтамыз. 10-нан азайтамыз 9-ды. 1 қалды. Яғни бұл 9 болып қалған болатын мына қарыз бергеннен.
9-дан 4 алсақ 5 қалды. Бұл қарыз бергеннен 2 болған еді, 2-ні өзі түсті. 251 деген нәтиже шықты. Енді 251-ді 49-ға қайтып қосып тексереміз. 251 қосылған 49, 1 қосылған 9, 10, 1 ойда. 5 қосылған 4, 9 ойдағы 1-мен 10 нөлі жазылып 1 ойда. 2-ні түсіреміз, ойдағы 1-мен 300 болды. Бастапқы мән шықты, яғни өрнектің мәні дұрыс. Ал балалар, бізде 5-ші есеп. Өрнектер құрастырып, олардың мәнін тап. Бізде балалар жасыл ұяшықта өрнектер берілген және сары ұяшықтың ішінде өрнектер берілген. Осы өрнектерді қосу және азайту амалдарын қолдана отыра есептер құрастыруымыз керек. Ал онда бастайық. 7 көбейтілген 7 қосылған 5 көбейтілген 3. 7-ні 7-ге көбейтетін болса 49, 5-те 3-ге көбейтетін болса 15. 49-ға 15-ті қосатын болсақ тең 64. 8 көбейтілген 7 азайтылған 6 көбейтілген 4 тең. 8 көбейтілген 7 56, 6 көбейтілген 4 24. 56-тан 24 азайтатын болсақ 32. 7 көбейтілген 9 қосылған 7 көбейтілген 0. 7-ні көбейтеміз 9-ға. Бізде 63 шығады. 7-ні көбейтеміз 0-ге 0 шығады. 63-ге 0-ді қосатын болсақ, бізде 63-тің өзі шығады. 6 көбейтілген 7 азайтылған 9 көбейтілген 2. 6 көбейтілген 7 42, 9 көбейтілген 2 18, 42-ден 18 азайтатын болсақ, бізде 24 шығады. Міне балалар, керемет, біз сендермен бірге қосу және азайту амалдарын қолдана отыра жасыл және сары ұяшықты біріктіріп есептер құрастырдық. Дәптерлеріңе жазып алыңдар. 6-шы есепке көшейік. Салыстыр. Бізге 2 көбейтілген 8 және 8 көбейтілген 2 деген 2 өрнек берілген. Екеуін де көбейтсек 16-ға тең болып тұр. Сондықтан 2 жағы да тең. 6 бөлінген 2 3-ке тең, 12 бөлінген 2 6-ға тең. 6 үлкен. 5 көбейтілген 4 20, 5 көбейтілген 3 15, 20 үлкен. 14 бөлінген 2 7, 15 азайтылған 8-де 7, 2 жағы тең. 4 көбейтілген 2 8, 14 бөлінген 2 7, 8 үлкен. 7 көбейтілген 2 14, 244 азайтылған 230, 14, 2 жағы да тең. Керемет балалар. Бізде соңғы тапсырма, 7-ші тапсырма, теңдеулер құрастырып, оларды шеш. Біз теңдеулер құрастыру үшін бірінші үйден бастайық. Бірінші үйдің 12 қосылған белгісіз сан, яғни біз барлық белгісіз санды x деп аламыз, балалар. X 12 қосылған белгісіз сан тең 240, яғни 12 қосылған белгісіз санды x деп аламыз, x тең 240-қа. X-ті табу үшін 240-тан азайтамыз 12-ні, x тең 228, яғни белгісіз сан бізге табылды. Енді тексеріп көреміз орнына қойып. 12 қосылған 228 тең 240. Теңдік не жағда бірдей болды, 240 тең 240-қа. Бірінші үйшіктің екінші теңдеуін құрастырайық. 260 азайтылған белгісіз сан тең 240-қа. 260 азайтылған x деп алдық белгісіз санды тең 240-қа. X-ті табу үшін 260-ты азайтамыз 240-қа. X тең 20-ға. X-тің орнына 20-ны қойып тексеріп көреміз. 260 қосылған 20 тең 240. Теңдіктің екі жағы бірдей болды. 240 тең 240. Екінші үйшіктің бірінші теңдеуін құрастырайық. Белгісіз сан қосылған 16 тең 480-ге. Белгісіз санды x деп аламыз. X қосылған 16 тең 480-ге. X-ті табу үшін 480-ді азайтамыз 16-ға. X тең 464-ге. Тексеріп орнына қойып тексеріп көреміз. 464 қосылған 16-ға тең 480. Теңдіктің екі жағын теңестіреміз. 480 тең 480-ге. Екінші үйшіктің екінші теңдеуін құрастырайық. 90 қосылған белгісіз сан тең 480-ге.
90 қосылған белгісіз санның орнына x тең 480. X-ті табу үшін 480 азайтылған 90. X тең 390. 90 қосылған 390 тексеріп көргенде тең 480-ге. Теңдіктің екі жағы 480 тең 480-ге тең болды. Үшінші үйшіктен бірінші теңдеуін құрастырайық. Белгісіз сан азайтылған 540 тең 60. Белгісіз санымыз x азайтылған 540 тең 60-қа. X-ті табу үшін 540-қа 60-ты қосамыз. X тең болады 600-ге. X-тің орнына 600-ді қойып тексеріп көреміз. 600 азайтылған 540 тең 60-қа. Теңдіктің екі жағы 60 тең 60-қа тең болды. Үшінші үйшіктің екінші теңдеуін құрастырайық. 670 азайтылған белгісіз сан тең 60-қа. 670 азайтылған x тең 60. X тең 670-ті 60-қа азайтсақ, x тең 610-ға. Орнына қойып тексеріп көреміз. 670 азайтылған 610 тең 60-қа. 60 тең 60-қа тең болды. Бізде соңғы үйшік қалды. Соңғы үйшіктің бірінші теңдеуін құрастырайық. Белгісіз сан азайтылған 170 тең 300-ге. Белгісіз санымыз x деп алдық. X азайтылған 170 тең 300. X тең 300 қосылған 170. X тең 470-ге тең болды. Енді x-ті орнына қойып тексеріп көрейік. 470 азайтылған 170 тең 300. 300 тең 300-ге. Екі жағы бірдей теңдіктің. Соңғы теңдеуді құрастырайық. Белгісіз сан қосылған 170 тең 300-ге. Белгісіз санымыз x қосылған 170 тең 300. X-ті табу үшін 300-ден 170-ті азайтамыз. X тең 130-ға. X-тің орнына 130-ды тексеріп қойып тексеріп көрейік. 130 қосылған 370 тең 300-ге. 300 тең 300-ге екі жағы бірдей болды. Балалар, мінекей осымен біз 4 үйшіктің де теңдеулерін құрастырып, оны шештік. Түсінікті ме балалар? Жарайсыңдар. Олай болса балалар, бүгінгі сендермен орындаған тапсырмаларымыз аяқталды. Сендерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Жарайды балалар, сау болыңдар.